Сәлем достар. Сендер білмейтін шығарсыңдар. Атаға, апаға, мамаға, папаға, әпкеге, бауырға неше жаста, не туған күні қашан, аталары қандай, мен бәрін подробно алып берем. Менің әпкем айтамайды, потому что ол көреді или жүйтіп қалады, короче. Жүйтіп қалуын дәрі керек қойын. Поехали. Бірінші атамның басайық. Атам менің любимый персонажым ғой. Ана видеода ол бәрін ойлап қалды. Он кемпір балаларын өлтіріп тастады. Короче, атамның аты Бекзат. Ол 65-те. Ол туған күні 2026 год, жыл 19 декабрь. Екінші апам болсын. Апам 67-те. Он туған күні 20 декабрь. Сол жылы 2026. Аты Гүлнәр. Үшінші мен мамам. Мамам аты Мөлдір. Ол 28-де. Он туған күні 21 июнь 2026. Төртінші мен папам болады. Идеальный персонаж. Мен папамның аты Асқар. Ол 35-те. Туған күні 17 июнь жылы 2026 жыл. Бесінші персонаж. Бұл біздің бауырымыз. Бауырымыздың атымыз біздің Шахнұр. Ол, короче, 4-те. Ол телефонды қатты жас көреді. Мани кашан вообще жас көрмейді ғой. Ол қоған машине каша қызы келеді. Ол телефонды жас көреді, кітап оқымайды, әрім жаттамайды. Сол үшін мен ол 5-ші персонажға қойдым. 6-ші место бұл әпкем. Әпкеміз біздің 9-да. Оның аты Адина. Мадина. Адина деген несі? Оның аты Мадина. Он туған күні сентябрь 7-сі. Жылы 2026 жыл. Ну, это все, наверное. Басқа персонаждар жоқ. Бірақ новый персонаждар уже болады. Басқа видеода болады уже басқа персонаждар. Соны, короче, добавить етеміз. Міне ол әпкем. Короче, ол сөйлей алмады, он жүте қот. Голос вообще істемейді. Жарайды, всем пока.